Сәлем астаналықтар, сәлем қазақстандықтар. Тұрғын үйден шығып келе жатырмын. Астана. Қазір мен жұмысқа бара жатырмын. Жұмыс табудың бір несі. Қалай табуға болады, қалай істеуге болады. Істеймін деген адам істейді. Сол бір несі үлгісін көрсетемін сендерге. Қалай жұмыс табу керек. Қазір жүрек парк, Жұмабаев көшесі. Мынау полностью не. Қазір мусор лақтыруға бара жатырмын. Үйден мусор қалған. Міне таңатты осылай шығасын, ерте тұрып. Қазір жұмыс орнына барамыз. Астана қаласында. Сол Кезелден Астана көді. Осындай терминал болады. Маршруткамен қайда баратын қалай іздеп. Қазір сол Астана қаласының 38-ші маршрутына кетіп бара жатыр. Питак деген осы жер. Қазір Астана қаласының Питагында тұрмын. Мына артында көрдіңіздер. Адамдар жеткілікті. Астананың Питак жері. Қазір күтеміз осы жерде адамдарды. Міне осында жұмыс адамдар предлагать етеді. Посредник бар. Собственно, осы Питак деген осы. Короче, осылай жүресің. Сол, осы жерде адамдар қарайды, жұмыста бая-бая іздейді. Короче, жұмысқа болмасын келетін болса, пока осы жерде жүріп тұрасың. Қазір сағат 7-де келдім, 1 сағат жарым болды. Пока жұмыстар бар. Мына жақта біз посредник жүреді. Арғы жақта, мына менің арт жағымда посредниктермен. Сол қазір посредниктер қарай бара жатыр. Давайте. Сәлем. Мен қазір жұмыс таптым Питактан. Через посредник арқылы жұмыс. Күніне 3000 теңге минимальный жұмыс. Разнорабочий. Арттан Сәлем, қазақстандықтар. Мен сол осы қазір жұмыста разнорабочий болып жұмыс жасап жүрмін. 3000 теңге күніне зарплата. Жұмыс жасап отқан жерлерім мына осы. Артында болгар кісі отырған. Қазір мен обед уақыты сағат 12:30 ұйықтауға келе жатырмын. Сол осы жұмыс жетеді Астанада. Келіңіздер. Жұмыс бар. Минимальный зарплата күніне 3000-5000 теңге негізі. Посредник арқылы келіп отырмын. Сондықтан 3000 теңге бар.